Флешмобқа қатысушы 30-дан аса ерікті композитор Давид Тухмановтың әні мен Владимир Харитовтың сөзіне жазылған әнді орындап майшамдар жақты. Бала кезден құлаққа жатталып қалған әнді барлығы әуелетіп бірге шырқады. Бұл акция арқылы жастар соғыс және еңбек ардагерлеріне, тыл еңбеккерлеріне құрметтерін көрсеткісі келді. Бүгінгі іс-шара арқылы біз өскелең ұрпаққа соғыс және еңбек ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің ерен еңбегін ұмытпау керектігін, оларға қашанда құрмет көрсетіп, бізге бейбіт өмір сыйлағандары үшін тағзым көрсету керектігін жеткізгіміз келді. Мұндай акцияларды өткізу қажет, себебі соғыс ардагерлері аз ғана қалды. Сондықтан оларға көп көңіл бөлу керек. Бүгінгі таңда ойнап күліп, еш алаңсыз өмір сүріп жүргеніміз осы кісілердің арқасы екенін ешқашан ұмытпауымыз абзал. Іс-шараны ұйымдастырушылар, еріктілер, жұмысшы жастар акцияға бейжай қарамай белсенділік танытқан тұрғындар, оның ішінде балалар шара соңында естелік үшін суретке түсті. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.